Евразия университетінің ғылыми кітапханасының сирек кітаптар мен қолжазбалар қорында орта ғасырдан қалған ескі кітаптар мен көне қолжазбалардың мол қоры сақталған. Оның ішінде араб тіліндегісі бар, шағатай тіліндегісі бар, парсы тіліндегісі бар, татар тіліндегісі бар, және чет тілдерде сақталғаны бар. Төте жазумен жазылған қазақтың қолжазбалары да бар. Бұлар әртүрлі саладағы кітаптар, діни кітаптар, әдебиет тарихына, тіл тарихына, дін тарихына қатысты еңбектер, тарихқа қатысты еңбектер болып келеді. Бұл біздің кітапханада сақталған Құранның бұдан басқа да көне орта ғасырда басылып шыққан ескі нұсқалары бар, иман шарт, әптиектер сақталған бұдан басқа. Мынау Лепшиннің қолжазбасы. Лепшиннің Қырғыз Қайсақ ордасы және даласы туралы сипаттама дейтін еңбегі. Қазір ғылымда қолданылып жүрген, айналымда жүрген осы 19 ғасырдағы қазақ тарихына қатысты, біздің ұлы далаға қатысты көптеген деректер осы қолжазбадан алынған. Бұл қолжазбаны 2000 жылы Отырар кітапханасы ашылған кезде марқұм Ақселеу Сейдімбеков ағамыз тапсырған болатын. Қолжазба құндылығы сонда, бұл қолжазба Лепшиннің өз қолжазбасы. Очерк шығарып отырып жазған поляк тіліндегі қолжазба. Бұл кітап орта ғасырдан қалған кітап, Сопал Диярдың еңбегі. Діни еңбек, діни философия. Бұл енді Сопал Дияр, Абай оқыған Сопал Диярдың еңбегін дін тарихы үшін де, орта ғасырлық түркі поэзиясын танушылар үшін де баға жетпес құнды еңбек болып саналады. Бұл Байтұрсыновтың 1926 жыл шыққан әліппесі, төте жазумен жазылған әліппе. Байтұрсыновтың кез келген еңбегі қазақ мәдениеті үшін аса маңызды екенін баршаңыз білесіздер. Сондықтан бұл еңбектің де құны жоғары. Енді мынау Жамиғал Румуз дейтін кітап. Бұл дін тарихын зерттеушілер үшін таптырмайтын өте бағалы еңбектің бірі. Ал бұл еңбектер біздің кітапхананың қорында сақтаулы тұр. Дегенмен мұны келіп зерттеп жатқан студенттер де, ғалымдар да тым көп емес. Оның себебі араб парсы тілін білетін мамандардың аздығы. Екіншіден, біздің осы қорда қандай кітаптардың, қолжазбалардың сақталып тұрғаны білмегендіктен болса керек деп ойлаймыз. Сондықтан құрметті студенттер, оқытушы профессорлар қауымы, ғалымдар, сіздерді осы қолжазбаларды оқуға, пайдалануға шақырамыз. Бұл қолжазбаларды кітапхананың сирек кітаптар мен қолжазбалар қорынан таба аласыздар.